Түркістан облысында Сырдария өзеніне демалуға барған бір әулеттің 11 адамы суға кетіп ажал құшты. Ағайындылардың ең кішкентайының жасы небәрі 4-те болған екен. Көгерлер жанұя мүшелері өзен суына тұншығып қалғандарын айтады. Бір сәтте жан тәсілім еткен бауырлардың әзірге 9-ның ғана мәйіті табылған. Ал қалған екеуінің денесі бір тәуліктен бері іздестіріліп жатыр. Түркістан облысындағы Көксарай ауылының тұрғындары кешеден бері еш жей алмай жүр. Себебі ауыл маңындағы Сырдарияға бірден 11 адам батып жан тапсырды. Бір күн бұрын ғана отбасылық мереке өткізген әулет өзен маңына демалу үшін келген екен. Алайда о баста балалардың күлкісі шыққан аумақтан әп сәтте көмекке шақырған дауыс естілді дейді көргендер. Біз ары бетте жүргенбіз. Ары бетте осы жерде балдар ойнап отыр екен. Сонымен құтқарыңдар деген дауыс келді. Соң біз ары бетте айналып келдік. Кесегімізде жүгіріп жатырған бәрі. Көмектестік. 6 адам шығардық. Қандай видео? Ол қандай екен деген білмейміз. Әкеп қойып тағы да былай қарай жүгіріп іздедік. Орны толмас қайғыдан кейін қаралы отбасы есеңгіреп қалған. Немерелерінен айырылған ата-әжеге жарты сағат сайын жедел жәрдем көмегі келіп жатты. Перзенттерінен айырылған әкелеріне болған жағдайды айтудың өзі ауыр. Ал төтенше жағдай қызметкерлері мен ауыл тұрғындары ағайындылар бір-бірін құтқарамын деп суға секірген дейді. Бірінші сол бір бала түсті деді, соны құтқарамын деп анасы кеткен, анасының артынан балдарға қыздары секіре берген деді ғой, жаны ұшырып. Ол жағын бір үйден 5-еу кетті, анасы менен қосқанда. Бір үйден 3-еу кетті. Бір атаның балдары ғой, бір атадан 4 бала болса, соның 4 баланың ұл қыздары ғой кетіп атқан. Суға кеткен 11 адамның ең үлкені 40 жастағы келіншек. Ол бірнеше күн бұрын ғана үлкен қызын оқуға шығарып салған екен. Өкінішке орай Дарияда Баян Айтбаймен қоса 3 қыз мен 1 ұлы ажал құшты. Тағы бір отбасы 4 баласы мен 2 жанұя бір-бір перзенттерінен айырылды. Біздің сүңгуірлер тек на ощупь жандегі 2 қолымен былай жайып, сипап жаңағы жерлерді тырмалап, сол кезде үстіне түсіп қалады, сол кезде алып шығады. Басқа көрініс жоқ. Суға кеткен 11 адамның 2-еуі әлі табылған жоқ, олар 10 және 12 жастағы ұл мен қыз. Ал Дариядан денесі шығарылған 9 марқұм бүгін жер қойнына тапсырылды. Олардың ең кішкентайы 4 жасар ұл бала. Ал төтенше жағдайлар қызметкерлері Сырдария бағыты мен судың қозғалыс жылдамдығы жиі өзгеріп тұратын өзен. Сондықтан қайғылы оқиға болған аумақта терең шұңқыр болуы да мүмкін деп болжайды. Назерке Кубасова, Илдар Шынусканов, Информбюро.